Салықпен құтылмайды. Абай Бегейдің қызының басы дауға қалды. Енді оның ісі сотқа жіберілмек. Әнші Абай Бегейдің блогер қызы Гүлеркем Ниязқұлованың басы дауға қалды. Алаяқ.нет жобасының жетекшісі заңгер Нұрсұлтан Орынбеков әнші Абай Бегейдің қызы Гүлеркем Ниязқұлованың ісі сотқа кеткенін мәлімдеді. Қызық енді басталды. Ағамыз қызын лақтыра салды ма? Лотереяны жасау үшін салық төлейміз деп құтыла алмайсыздар. Заңсыз лотерея ұйымдастыру бойынша блогердің ісі сотқа кетті. Мені заң білмейтін заңгер депті. Еске салайын, ол сурет қызыңның ашық кеңістіктегі өз еркімен жариялаған парақшасынан алынды. Қалғанын сотта айтамыз. Соңына дейін кетсек кетейік. Попкорндарыңызды дайындай беріңіздер деп жазды заңгер. Еске салсақ, блогер қызына айып тағылғанын білген әнші Абай Бегей заңгерге өз ренішін жеткізген еді. Ол менің қызым болғанымен мен оның тірліктеріне араласпаймын. Тікелей қызыммен байланыста болар еді. Тұрмыс құрған күйеуі мен бала шағасы бар. Басқа қыздарыма қатысты мәселе болғанда араласушы едім. Өйткені олармен бірге тұрамыз. Бой жетіп, тұрмыс құрғанша менің жауапкершілігімде болады. Әкесі танымал адам деп, оңды солды кез келген жерге мені белгілей берген. Заң білмейтін заңгер ме деген болатын ол.